Аурухананың жансақтау бөлімі. Ота жасау столында дәрігерлердің қарбалас әрекеті. Алдарында жатқан өрімдей жас өмірдің тағдыры осылардың қолында. Жүректің әр тамырымен арпалысып, өлім мен өмірдің арасында қалған қыздың жанын қайтсек аман алып қаламыз деп, жандарын салып күресіп бағады. Құрметті тыңдарман, бастамас бұрын бізді қай жақтан, қай өңірден көріп отырғандарыңызды жазып кетіңіздер. Лайк басып, әңгіменің соңына дейін тыңдап, тіркеліп отырыңыздар. Бұл біз үшін өте маңызды. Көп рахмет. Сыртта Айжанның әкесі Санжар мен ағасы Қайсар тағатыстаны күтіп жүр. Екеуінде де үміттен гөрі күдік басым. Өйткені Айжанның анасы да осы жүрек ауруынан көз жұмған. Санжар ұлының қасына келіп бірдеме айтқысы келіп еді. Қайсар теріс қарап бұрылып кетті. Ол Айжанның осындай халде жатқанына әкесін кінәлі санайды. Санжар тағы да баласына жақындап сөйлеспек болды. Қайсар бұл жолы теріс бұрылып кетпей, қайта әкесіне тік қарап тұрып, неге келдің? Біздің саған керегіміз жоқ қой? Бар, анау жас қатыныңа. Анамның да, Ажардың да осы ауруға шалдыққаны сенің кесірің. Көргім келмейді сені, деп қатты айтып тастады. Санжар баласын шапалақпен бір ұрмақ болды да райынан қайтты. Бұл жолы да ол өз емес, балаларының өздері кінәлі дегісі келген. Ойланып қалды. Біраз ойланып отырғаннан кейін сыртқа шықты. Шеткері жерде темекі шегіп тұрған жігіттен шылым сұрады. Бұның темекі тастап кеткеніне бірнеше жыл болған. Мына күйі қазір болса арақта сімірер еді. Темекіні құшырлана терең сорып, демімен бірге түтінін шығармай, біраз тұрды да, ақ деп бәрін ақтарып салды. Гаухардың өлімінен кейін өзіне әрең келгені есіне түсті. Қалай тез ұмытты, қызынан айырылса өзін еш кешірмейтінін сезді. Орындыққа отырып ойға кетті. Санжар 4-ші курста оқып жүргенде Гаухармен танысты. Гаухар алғашқы курс студенті. Университеттің ауласында Наурыз мейрамын тойлап жатқан кез болатын. Жоғары курстың студенттерінен құрылған студ кеңестің мүшелері оқытушылармен бірге әр факультеттің Наурызға дайындығын тексеріп жүр. Физмат факультетінің киіз үйіне кіргенде бірнеше қыз-жігіттер қарсы алып, өнерлерін көрсетіп, дастархандарына шақырды. Санжарда көппен бірге ішке енген. Ұлттық киім киген қыздарға назарын бұрып, әсіресе қос бұрымы беліне төмен түсетін ақ құба келген сұңғыла бойлы сымбатты қызға көңілі ерекше ауды. Дастархан басында танысты. Гаухар деген ару. Гаухарда жатақханада тұрады екен. Санжар әр нәрсені сылтауратып, екінші жатақхананың алдынан шықпайтын болды. Гаухар құрбылармен сыртқа шыққанда жақындасып, тілдесіп, бірге болуға тырысты. Осылай екеуі көңіл жарастырып, сезімге сезімді серік қылып, махаббаттары ашыла бастады. Жалындаған жастық шақтың ең керемет кезі, бойыңдағы ыстық сезім жанартаудың лавасы сияқты сыртқа атқылап, кемеріне симай төгіліп жататын сәттер екен. Санжар химфакты бітіріп, әкесінің айтуымен мұнай компаниясына жұмысқа тұрды. Гаухар оқуын бітіретін жылы екеуі үйленіп, отау құрды. Бұл кезде Санжар дәрежесі өсіп, бөлім бастығы лауазымына көтерілген. Табысы молайып, жағдайларын күннен күнге жақсарта берді. Санжардың жыл соңындағы дивидендтен түсетін қаржысы бұлардың жағдайын әжептәуір көтеріп тастайды. Астанадан пәтерлі сатып алып, қымбат көліктерге қолдары жете бастады. Сананы тұрмыс билеген мына заманда Санжардың өзін ұстауы, айналасына қарым-қатынасы біршама өзгерген. Толағай табыс пен жоғары лауазымды бақыттың шегі деп ойлай бастағандай кейіпте еді. Үйде де атмосфера бұрынғыдай емес. Бүкіл дүние осының қалауымен жүріп, айтқаны айнымай болу керек сияқты өзін ұстайтын болды. Гаухардың міндеті ұлы мен қызының сабағын қадағалап, күнделікті үйдің тірлігімен айналысып, күйеуі мен балдарының жағдайын жасау. Санжардың ерте кетіп кеш келгеніне еті үйреніп, онымен көп сырласып, әңгіме құратында уақыттары жоқ. Қарбалас тірлікпен өмір өтіп жатты. Құрбыларының Санжармен көп қыдырмайсыңдар, сендер өзі бірге тұрып жатырсыңдар ма? Ерлі зайыпты жандар сияқты емессіңдер, деген сөздеріне де аса мән берген емес. Сөйтіп жүргенде
балалары да өсіп қалыпты. Ұлы Қайсар бірде, анашым, біз неге осы әкемізбен бірге қыдырып, ел сияқты шетелдерге бармаймыз? Қашан көрсекте әкеміз іс-сапар деп өзі қыдырып кетеді, деген. Балам, ол оның жұмысы. Оған да оңай емес. Біздің жағдайымызды дұрыстаймын деп, үйдің бетін көрмей, күн демей, түн демей жұмыс деп жүр, дегенде қойған. Сонда да ара кідік көңілінің бір түкпірінде күдіктің қоңырауы сылдыр-сылдыр ететін сияқты. Ештемені ойлағысы келмей, өз өміріне өзі риза көңілмен жүре берді. Осындай бір-біріне ұқсас күндердің бірінде студенттік құрбысы Толқынды кездестіріп қалды. Бір-бірін көрмегендеріне көп болған. Екеуі жақын маңдағы кафеге барып, шай ішіп, өткен кеткенді, бүгінгі өмірлерін әңгіме қылды. Сен сол Санжармен тұрып жатсың ба? Деп сұрады Толқын. Қызық сұрақ екен. Енді кіммен тұрам? Құдайға шүкір, бір ұл, бір қызымыз бар. Санжар қазір мұнай компаниясында үлкен бастық. Мен үйдемін. Бәрі жақсы дейсің ғой? Иә, тағдырға өкпем жоқ. Өзіңше? Мен... Толқын сәл кідіріп барып сөзін жалғады. Мен қазір жалғыз бастымын. Қызым екеуміз тұрамыз. Күйеуімен 5 жылдан асты. Ажырасып кеттім. Мен оны танышым едім. Қай жақтың жігіт еді? Жоқ, танымайсың. Мен универден кейін тұрмысқа шықтым. Басында бәрі кинодағыдай еді. Кейін бір-бірімізді түсінуден қалдық. Қысқасы, махаббаттың қызығы бітіп, өмірдің шыжығы басталып кетті. Ажырасып тындық. Күйеуің басқа біреуді ұнатып қалды ма? Неге олай болды? Қазіргі еркектерге тек оның жағдайын жасап, бала-шағаға қарап отыратын әйел керек. Өздері сыртта оңды-солды қыдырып жүрсе болды. Мен ондайға көнбедім. Қазір не түрлі психологтар бар. Соларды тыңдасаң көзің ашылады екен. Самооценкаң көтеріліп, айналаңа басқаша қарай бастайсың. Мен сол психолог коучтарыңа сенбеймін. Өздері байларымен ажырасып, бала-шағасын тастап, елге ақыл айтады. Алдымен өздерін жөндеп алсыншы. Олардың өміріне емес, айтып отырған мотивациясының көңіл аудару керек. Бірақ сен оны түсінбейсің. Сендейлер отбасы, ошақ-қасы болып қалған әйелдерсіңдер. Мен қазір өз билігім өзімде, қайда барам, не істеймін өзім білем. Ешкімге жалтақтамаймын. Жұмысым жаман емес. Тапқаным қызым екеумізге жетіп жатыр. Арасында өткінші ухажерлар кездесіп қалады. Олардың ақшасы болмаса, өздері 5 тиынға да керегі жоқ. Толқын қарқылдап күліп алды. Гаухарға бұл әңгіме тіпті де ұнаған жоқ. Қош айтысып тарасты. Үйге қайтып келе жатып, өз өмірін ойлап қояды. Ойлады да, ішінен тәубе етеді. Санжары мұны сүйеді. Балалары құрақ ұшып, жақсы көреді. Одан артық не керек? Барсыншы, әрі өзінің самооценкасымен, мотивациясымен. Менің мотивациям менің отбасым, деп іштей Толқынға ұрсып келеді. Жақында бір әлеуметтік желіден оқыды ғой білем. Біз жүргішті еркекті кінәлаймыз. Солар кіммен жүреді? Әрине жүргіш әйелдермен. Еркек сұраныс иесі, әйел ұсынушы. Ол не? Ол қызық, сөз, жан, тән. Осылай тәтті сөзбен қылымсыған қылықпен еркекті арбап, өз қармақтарына түсіреді. Бір әйелдің сорымен көз жасына осындай әйел кінәлі. Бір әйел еркегін күтіп үйінде отырғанда, сұм әйел оны ес ақылынан айырып, бұтына оралып, майысып, арбап, есінен тандырып жатады, деп жазыпты. Бәрі қас қалпында тура осындай болмаса да, наубайы осы. Толқын сондайлардың бірі болғанына қапаланды. Әркімнің астында бір жатқанға мәз, жиіркенішті. Енді одан іргесін аулақ саламын деп шешті. Санжар бүгінде кеш келді. Тамаққа да онша тәбеті жоқ. Қызметі жоғарылағалы бері бір тыным таппайды. Қатты шаршайды. Сонда да балаларына бір сәт көңіл бөліп, олармен әңгімелесіп те үлгереді. Гаухардың әңгімелесетін кезі ұйықтар алдындағы оңаша шақ. Ауылдан қайным келіп кетті. Биыл жеріне жүгері егіпті. Соған тыңайтқыш алуға қаражаты жетіңкіремей тұр екен. Ағам көмектессе, күзде қайтарып берер едім, дейді. Қанша керек екен? Оны сұрамадым. Ертең өзің қоңырау соғып сөйлессең айтады ғой. Көмектесіп жіберейік. Жарайды, хабарласам. Деп енді ұйықтайық дегендей аунап түсті. Гаухар әңгімесі бітпегенін білдіріп, оған бұрылып, теріс қарап жатса да,
Ауылға бармағанымызға да біраз болып қалды. Уақыт тапсайшы, балаларды ата-апасына апарып қайтайық, сағынып жүр, деп Санжардың көрпесін қымтай түсті. Ол мақұл деуге шамасы келіп, ары қарай қор етіп ұйықтап кетті. Санжар лауазымы өскеннен бері іс сапары көбейген. Алматы, Астана, Ақтау қалаларының арасында шапқылап жүргені. Бүгінде Ақтауда шетелдік компания өкілдері қатысқан үлкен форум болып, бірнеше кездесулер өткізді. Түс ауа Каспийдің жағасындағы бір ресторанның жазғы алаңында ноутбугын алып, кофе ішіп, жұмысмен айналысып отырған. Қарама-қарсы орындыққа бір жас қыз келіп отырып жатып, «Сізде оттық жоқ па?» деп сұраған. Бұл алғашында түсінбей қалды. Сосын барып, «Жоқ, мен темекі шекпеймін», деп жауап берді. Анау қыз, «Мен сізден темекі шекпейсіз бе деп сұраған жоқпын ғой», деп күлді. Сөйтті де, «Мұнда неге жалғыздан жалғыз отырсыз? Шамасы, біздің қалаға іс-сапармен келгенсіз-ау», деп әңгімеге тартты. Санжар не айтарын білмей абдырап қалды. «Иә, жұмыс барысымен келгенмін. Сіз бірдеме сұрағыңыз келіп отыр ма? Сізге әлде көмек керек пе?» деп көзілдірігін төмен түсіріп, қызға мұқият қарай бастады. Құдды бір сән көрсететін подиумнан түсіп келгенде екен. Көздері ботадай, еріндері оймақтай, қысқа киген көйлегінің етегі желмен көтеріліп, сазанның сауырындай әппақ сандарын жарқыратады. «Сіз мені біреумен шатастырып алған жоқсыз ба?» деді. «Жоқ, мен сізбен танысқым келеді», деп әлгі қыз қиыла түсті. «Кешіріңіз, сіз менің жұмысыма кедергі жасап жатырсыз», деп Санжар орнынан тұрмақ болды. «Менің атым Алина. Сіз Санжарсыз ғой», деп оны сырттай танитынын білдірді. «Иә, мені қайдан танисыз? Еркектер кейде аңғал келеді. Мені қалайша байқамадыңыз? Бүгінгі таңертеңгілік жиында қонақтарды күтіп алып, тіркеуден өткізген қыздардың бірімін ғой. Сіз бірден көзге түстіңіз. Сондықтан амалын тауып, сізбен танысқым келді. Кешірерсіз», деп танысуға аса құлқы жоқ екенін білдіріп, Санжар кетпек болды. «Санжар Кеңесович, бүгінгі кешкі банкетке сізбен баруға бола ма? Сізді ол жерге шақырмайды. Мен сол банкетке барғым келеді. Сізге еш ауыртпалық салмаймын. Прошу, пожалуйста», деп қиылды. Мына қыздың қадалған жерден қаналмай қоймайтынын сезді ме? «Жарайды, онда кешке сонда кездесейік», деп Санжар жүріп кетті. Алина мектептен кейін қалаға келіп, құжаттарын жоғары оқу орнына тапсырған. Жолы болмады. Үйге қайтқысы келмей, қайтсем де қалада қалам деп шешкен. Жөні дұрыс жұмыс таба алмай, әбден сандалды. Сөйтіп жүргенде, жанармай құятын бекетте жұмыс істейтін жігітпен танысты. Жастық шақтың жалынымен араларында бұрқ еткен сезім көпке бармай қатынастары үзілген. Қазіргі заманда қалтаңда ақшаң болмаса, құр сезіммен, махаббатпен бақытыңды құрай алмайсың. Түнгі клубтарды да шолып көрді. Қалталы, дөкейлердің балалары дүниенің төрт бұрышын тіреп тұрғандай шіренгенімен, ақшаның бәрі оларда емес, әке-шешелерінде. Күліп ойнап жүргендерін емес. Ондайлардың өз билігі өзінде емес, бәрін шешетін шешелері. Көбіне маминкен синок. Алинаға ондайлар ұнамайды. Астынан не бір қымбат автокөлік мінгендерді де көрді. Сырттары ғана жылтырап тұрған. Әлде бұған сондайлар кездесе ме, әйтеуір жөні түзу тұрмыс құратын жігіт таппай-ақ қойды. Көбіне уақытша көңіл көтеріп, ақыр аяғы төсекпен тоқтайды. Алинаның ата-анасы ауылдың қарапайым шаруалары. Алина қайтсем де тұрмысымды жақсартып, әке-шешемді қалаға көшіріп алып келіп, іні қарындастарыма жағдай жасап, оларды көтерем деп алдына мақсат қойған. Өз қолы өзінің аузына жетпей жүргендермен ол ойын іске асыра алмайтынын жақсы түсінген. Сондықтан бұның қармағына тек азулы акулалар түспесе, майда балықтарға қарағысы да келмейді. Міне, бүгін сондай акуланың бірі Санжармен өзі барып танысты. Әрине, бәрі бірден болып кетпейді. Бірақ мен сияқты жап-жас, сұлу, қылықты, сымбатты қайдан табады? Оның әлгіндегі тәкаппар түрін кешке банкетте көрем. Басқа еркектер маған қошемет көрсеткенде, оның ойы өзгереді деп шешті. Санжар Алинамен фойеде кездесті. Алина еліктің маралындай кербезденіп,
сұңғыла бойына жарасып кететін қара көйлегін киіп, терең декольтиені айшықтай түсетін асыл тастан алқа тағыпты. Декольтиенің арғы жағындағы тебіндеп тұрған қосанары еріксіз көз байлайды. Түп-түзу аяқтарына киген биік өкше туфли бойын одан да бетер ұзартып көрсетеді екен. Ақ құба жүзі, алабұртқан шие еріндері көздің құмарын қандырады. Күндізгі көрген Алина басқа, мына ару басқа. Тіпті құлпырып кетіпті. Олар банкет залына бірге кірді. Жиналғандар мына сұлу кім дегендей Санжарға сұраулы көзбен қараған. Санжар алғашында ыңғайстанып еді. Енді жан-жағына мені көрдіңдер ме дегендей масаттана қарайды. Жиналғандардың ерекше ықыласы Санжарға жағып барады. Алинаны ертіп келгеніне қуанды. Алина да ондыққа дөп тигендей сезінді. Олар банкеттен кейін оңашалау папқа барып, түннің бір шамасында дейін сырласты. Алинаның кеш бойы оның асты үстіне түсіп, барлық жағдайын жасап, кеш қонақтарының кез келгенімен сөйлесіп кететіні Санжардың көңілінен шыққан секілді. Осылай екеуінің арасында сырт көзге көріне бермейтін, өрмекшінің жібіндей бір байланыс құрылғандай еді. Паптан шыққаннан кейін Санжар вискидің әсері ме, көңілін қытықтап жатқан сұлу қыздың қылықтары ма, Алинамен қоштасқысы келмей, өзі жатқан қонақ үйге шақырды. Ауылдан жаңа келген Алина болса, алып ұшып, бірге барар меді. Қазіргі Алина басқа. Санжардың ықпалында кетпей, өз деген жасап бақты. Таныса салып, қонақ үйге шақырғаныңыз қалай? Менің көңіліме тиет деп ойламайсыз ба? Мен жеңіл жүрісті қыз емеспін, кешіріңіз, деп бір жағы өкпелегендей, бір жағы назданғандай болып қоштасқан. Бұл Санжарды одан бетер ынтықтыра түсті. Ертесіне Санжар таңертеңмен Алматыға қайтып кетті. Сол кештен кейін Санжардың көңілінен Алина кетер емес. Тұрса жатса оны ойлайтын болды. Телефон арқылы хат жазысып, кейде жұмыста отырып, үйге қайтқысы келмей, Алинамен бейне байланыс арқылы ұзақ сөйлесетін болды. Мені сағынсаңыз, келіп кетіңіз, деген Алина. Мен қазір шыға алмаймын. Мен жолыңды төлейін, Алматыға ұшып келсеңші, деп өтінген. Менің сізге жетіп барғаным ыңғайсыз шығар. Менің абыройымды ойласаңыз ыңғайын тауып, өзіңіз келіп кетіңіз, деп келіспеді. Басқа біреу болса ақша үшін шауып келер еді. Мына қызға менің ақшам, дәрежем керек емес. Ол менің өзімді шын ұнатып қалыпты, деп бар болымысымен құлады осы қызға. Енді онымен кездесуге асықты. Әйел жүрегі ауырайын болжайтын барометр сияқты ғой. Гаухар Санжардың соңғы кезде тұйықтанып, болмайтын сылтаулар айтып, үйде көп болмайтынын байқап, оның өзгеріп жүрген сезет. Күдігін растайтын ешқандай дәлел болмаған соң, жұмысына байланысты мазастанып жүрген шығар деп ойлады. Гаухар үшін отбасының берекесі және өзінің жан тыныштығы бәрінен де маңызды. Әр нәрсені ойлап, бас қатырғысы келмейді. Санжар екеуінің бірге құрған әлемінде басқа адамға да, күдік пен сатқындыққа да орын жоқ деп қабылдайды. Сынадай қағылған сенінің тосыннан соққан дауылдың екпініне шыдас бере алатынына кім кепіл бола алады? Оның үстіне Санжардың ата-анасы бұны алғашқы күннен жылы қабылдап, өз қыздарындай көріп кетті. Санжардың бауырлары да жеңеше деп алдына шығып көрген емес. Бар шаруаларын осы Гаухар арқылы шешіп жатады. Өздерінен кейінгі қайнысы үйленгенде де, Санжардың қарындасы тұрмысқа шыққанда да, енесімен ақылдаса отырып, барлығын жоғары дәрежеде атқарған еді. Сол кезде ала шапқын болып жүгіргеннен бе, қайын-інісі, қайын-сіңілісі абысыны ерекше құрметтейді. Қайын-атасы мен енесі осылардың үйіне келгілері кеп тұрады. Келген сайын Гаухар барын жайып, қоржындарын толтырып қайтаруға тырысады. Осындай үйлесім тапқан үлкен әулет бұлар. Санжар үй шаруасына ағайын арасындағы тірліктерге араласқан емес. Бәрін Гаухарға тапсырып қойған. Ағайынның арасында не болып жатқанынан да бейхабар. Не тірлік болса да өздері ақылдасып шешіп, қанша қаражат керек, соны айтса болды. Жоқ деген емес. Шама шарқынша көмектесуге тырысады. Алина енді Ақтауда көп тұра берудің реті жоқ екен түсінді. Санжардың көңілі
мықтап құлаған сияқты. Бұдан әрі алыстан араласпай жақындап бару керек. Алматыда құрбысына қонаққа барып қайтқаны болмаса, ол қаланы жақсы білмейді. Оның үстіне жұмыста табу қиынға соғар. Қайда тұрады? Осы мәселелер біраз шақшадай басын шарадай етті. Екеуінің танысқаннан бері Санжар ретін тауып Ақтауға бір рет келіп кеткен. Онда да асығыс келіп, асығыс кетті. Олар бір-бірін талайдан бері білетін жандардай әңгімелері таусылар емес, қимай қоштасқан. Санжардың байқағаны Алинаның алдында сөзге шебер, әңгіменің майын тамызатындай сөзшең екен. Бұрын онысын байқаған емес. Әлде Алинаның адамды баурап алатын қасиеті ме екен? Бұны сайратып қойған. Әйтеуір бір тылсым күш бар. Оны әлі өзі де түсініп жатқан жоқ. Онымен кездескенде сезгені Алинадан көктемнің иісі аңқитындай. Көңіліне, тіпті тұла бойына жаңа бір қуат келіп құйылып жатқандай әсерде болады. Соңғы кезде жұмысқа да мауқы болмай жүр. Алинаны Алматыға көшіріп алуды ойлады. Осы шешіміне жерден жеті қоян тапқандай мәз болды. Бірақ Алина бұл ұсынысымды қабыл ала ма? Ол бұның айтқанына көне салатын қызға ұқсамайды. Қандай тәрбиесі мықты. Ары мен абыройын сезімнен де ақшадан да биік қояды екен. Осы оймен отырып, Алинаның нөмерін қалай тергенін өзі де байқамай қалды. Сәлем, Алина. Привет. Қалайсың? Не істеп жатырсың? Қалада шаруалармен жүрмін. Өзіңше? Алина алғаш рет Санжарға сен деп сөйледі. Ол оны жақын көргені болар деп түйді. Мен сені сағындым. Мен де. Алина, мен сені Алматыға көшіріп алсам, қалай қарайсың? Үнсіз. Иә, бірден жауап беру керек емес. Ойланып көр, пәтер жалдап берем. Мен онда не істеймін? Жұмысым жоқ. Қалай күн көрем? Сен келіссең болды, жұмысты да тауып берем. Таршылық көрмейсің. Я полностью обеспечу тебе. Алинаның да күткені бастап қойы осы емес бет. Арманның алтын балығы қармағын өзі келіп қабайын деп тұрған жоқ па? Мен саған сеніп Алматыға барып сандалып қалмайын ба? Сенің отбасың бар, екі ортада жүргенің қалай болады? Одан да мен осында отыра берейін, деп бір қойды. Сен маған керексің, Алина. Өтінем, менің айтқаныма келісші, деп жалынғандай болды. Жарайды, мен ойланып көрейін, деп бір сәт үнсіз қалды. Актердің ең керемет шеберлігі спектакльдің кульминациясында оның дер кезінде пауза жасай алатындығында, деп айтқандай, Алина соңғы сөзді Санжардың өзіне қалдырды. Жақсы, онда мен мәселелерді оңтайлаған соң өзіңмен хабарласам. Менен хабар күт, деп қоштасқан. Гаухардың соңғы кезде денсаулығы сыр бере бастағандай еді. Тұп-тура жауырынның астынан қадалған шаншума әйтеуір анда-санда түйіліп ауыратынды шығарып жүр. Бадырайып көзге көрініп тұрмаған соң ба, онша мән бере қоймады. Санжардың үйде болмайтын сәттері жиілеген сияқты. Жылдың соңына қарай қарбалас болып кететін әдеті. Сондай кезең шығар. Болмайтын нәрсеге көңілімді түсірмейін деп ойламауға тырысты. Бұл шаңырақта жылдар бойы қалыптасқан тәртіп бар. Таңғы асты үйден ішу дәстүрі. Гаухар таңмен таласа тұрып, барлығына таңғы асын дайындап, дастарханды күтеді. Барлығы соған үйренген. Соңғы кездері Санжар жұмыстан кеш келіп, тамақтанбай жатып қалатын болды. Таңғы асқа да келе бермейді. Орнынан тұра сала жуынып шайынып, мен кеттім, асығыспын, дейді де үйден жын қуғандай атып шығады. Алина Алматыға көшіп келгелі, Санжар екеуінің кездесу жиіледі. Кешке рестораннан тамақтанып, таңертең кофеханадан таңғы астарын бірге ішеді. Таныстарына айтып жұмысқа да тұрғызып қойды. Алинаның жалдамалы пәтерде тұрып жатқанына айдың жүзі болды. Екеуінің мына өмірдің күйбің тірлігінен қашып шығып, сырт көздің сұғынан тығылып, өздері ғана билік құратын бақыт аралы осы пәтері. Іші заманауи, жиһазбен сәнденіп, евро жөндеуден өткен мұнтаздай екі бөлме. Алинаның бүгін туған күні. Екеуі кешке ресторанда атап өтетін болып келісті. Кешкі Алматы, көшелері жарқырап тұр. Адамға көтеріңкі көңіл сыйлайды. Айнала бүгін Алинаның туған күнін тойлайық деп тұрғандай. Санжар күндіз барып, дүкеннен Гаухар жүзігі бар
Сақина сатып алған. Тосын сый. Бұл кезде Санжар түсінбеген осы Сақина мен Гаухарын сатып кеткенін. Ресторан. Кешкі атмосфера. Жеңіл әуенді музыка. Қолында гүл шоғы бар Санжар Алинаны есіктің алдынан күтіп алды. Екеуі төр жаққа барып отырған соң, Санжар Алинаның қолын ұстап, өзіне қарай тартып, қалтасынан Сақина салынған қорапты алып, ішіндегі жүзікті Алинаның саусағына кигізді. Туған күніңмен, менің патшайымым, деп орыннан тұрып келіп, қыздың бетінен сүйді. Санжар, деп Алина таңқала дауыстап жіберді. Мынау Гаухар ма? Не деген керемет? Рахмет жаным, деп ризашылығын жаудырып жатты. Кеш әбден көңілді болды. Қайтып келе жатып, сен бүгін менімен қалатын шығарсың жаным, деп Алина Санжардың иығына қисайды. Бара көрерміз, деді де қойды. Ту, қашанғы жалғыздан жалғыз жатам? Менің мұнда сенен басқа ешкімім жоқ. Жалғыз қалғым келмейді. Үйге не сылтау айтам? Онсыз да Гаухар бірдемені сезіп жүрген сияқты. Достарыммен карта ойнадым. Болмаса, саунада азанға дейін болдым дей салшы. Түсейік, келдік, деп Санжар сыртқа шықты. Пәтерге кірген бойда екеуі тез-тез шешініп, жатын бөлмеге сүңгіп кетті. Біраздан кейін демдерін алып, төсекте құшақтасып жатқан. Санжар, деп наздана сөйледі Алина. Жарайды, мен бүгін сенімен қалам, деді Санжар. Ой, қандай керемет, мен сені өмірімнен артық көрем. Таңертең екеуі таңғы астан кейін жұмысқа жиналып жатқан. Алина, жаным, мына Алматының кептелістерінде автобуспен метрода тығылысып, күнде әркімнің қолтығының сасық иісін сезіп жүру қандай қиын. Сен оны білмейсің ғой, кейде құсқым келіп кетеді. Зорға шыдаймын. Таксимен жүрмейсің бе? Жас, білесің бе, қазір такси қандай қымбат. Оның үстіне түрлеріне қарамай кейбір таксистер тиіседі ғой. Танысайық, телефоныңызға қоңырау шалсам бола ма деп. Сенің телефоныңның нөмірін қайдан білет? Вот, сен автобуспен де, даже таксимен де жүрмейтінің көрініп тұр. Жол ақысын төлегенде солардың телефонына ақша аударасың ғой. Сол кезде көретін номерді. Бір апта өтпей, Алинаның астында жап-жаңа машина пайда болды. Гаухар денсаулығының күннен күнге нашарлап бара жатқанын сезе бастады. Жүрегі жатса тұрса шаншуын қоймайды. Дәрігерге көрінуге жазылып қойды. Жұмысынан да шыға алмайды. Үйдің де тірлігі бір бітер емес. Санжарда бұрынғы кешіккені бұлай тұрсын. Енді тіптен үйге қонбай қалатынды шығарды. Дәл көзі жетпеген соң қайда қондың деп қазбалай да бермейді. Бірақ Санжар бұрынғы Санжар емес. Қатты өзгеріп кетті. Бірдеме сұрасаң, дүңк етіп, жөнді жауап та бермейді. Ашуланшақ. Гаухардың назарына түскені Санжар кейде телефоны шырылдаса, үйден сыртқа шығып кетіп, сөйлесетіндігі. Үйдің жанындағы дүкеннен азын-аулық заттар алып, үйге келе жатқанда, Гаухардың көзі қарауытып, айнала төңкеріліп бара жатқандай болды. Ары қарай не болған білмейді. Көзін ашса, дәрігерлер жан-жағынан қаумалап, үстінде төніп тұр екен. Сіз есіңізді жоғалтып алдыңыз, бізді естисіз бе? Деп жатыр. Иә, деп басын изеді. Сіз кішкене жата тұрыңыз. Қазір сізге жүруге болмайды. Сізді үйден біреу келіп, алып кетпесе, бұлай жібере алмаймыз. Күйеуіңізге телефон шаласыз ба? Өзіне келгенде байқады. Ауруханада жатыр екен. Жедел жәрдем келіп алып кетіпті. Гаухар сөмкесіндегі телефонын алып беруін өтінді. Телефонда Санжарда отағасы отанының тірегі деп жазып қойған екен. Соны терулерін өтінді. Бірнеше рет қоңырау шалды, көтермеді. Ұлына звондады. Қайсар бірден жауап қатты. Дәрігерлер жағдайды айтып, анасын келіп алып кету керектігін түсіндірді. Содан бері Гаухар төсек тартып жатып қалды. Ауруын ешкімге жария еткісі келмеді. Санжар тағы да түн ауа келді. Гаухардың төсекте жатқанын көрсе де, онша мән бермеді. Ұлы мен қызы қайта-қайта келіп, жағдайын сұрап жатыр. Сонда ғана назар аударды. Қасына келіп, халін сұрады. Гаухар, жай шаршағандікі шығар, басылады дегенде қойған. Санжарда тәптіштеп жатпады. Шын мәнінде Гаухардың сырқаты қатты асқынып кеткенін, өміріне қауіп төніп тұрғанын дәрігерлер баса айтқан. Ертесіне Гаухар Санжарды шақырып, мен бәрін сезіп жүрмін. Сыртта біреуің бар екені анық. Санжар ақталып,
олай емес дегісі келген. Гаухар, мені бөлмей тыңда, деді. Сенен өтінетін бір-ақ тілегім бар. Соны орындаймын деп уәде бер. Мен олай-бұлай болып кетсем, мына екеуін жетімсіретпей, менің жоқтығымды білдірмей, барынша қамқорлық жасайсың. Санжар басы салбырап, мақұл дегендей ишара білдірді. Алинаға әйелінің қатты сырқаттанып қалғанын, онымен кездесе алмай жүргені уақытша екенін, Құдай қаласа әйелінің денсаулығы түзеліп, аяғынан тұрып кеткеннен кейін, екеуінің армандары орындалып, әйелімен ажырасып, бірге болатынын айтып ақталған. Күнде болмаса да, жиі кездесіп жүрген Алинаға бұл жағдай ұнамады. Ашуланды, бұлқынды, жұлқынды. Бірақ Санжарға көрсетпеді. Тағы да кішкене шыдай тұрайын деп, өзіне басу айтты. Мүмкіндік тауып келіп кетуін сұрады. Санжар үнсіз қалды. Бір айға жетер-жетпес Гаухар көз жұмды. Дәрігерлер оның ауруының тым асқынып кеткенін, ешқандай операция көмектеспейтінін өткен жолы ауруханада айтқан. Санжар мен Алина Гаухардың жылы өтпей жатып үйленетін болып шешті. Оған себеп Алинаның «Саған да балаларыңа да енді бас көз болатын бір адам керек. Мен оларға анасындай болмасам да жағдайларын жасаймын» деген сөзі. Балаларымен сөйлескеннен кейін қызының қарсылығына қарамай, Санжар Алинаны үйге алып келді. Бұл жағдай Санжардың ата-анасына да, бауырларына да ұнамады. Жылы өткенше қоя тұруын айтып көрді. Еш көнбеді. Осылай Гаухардың орнын өгей шеше басты. Алғашында бәрі тіл табысып жүріп жатты. Уақыт өткен сайын Алина мен балаларының арасында болмайтын нәрсеге келіспеушілік орын ала бастады. Санжар үйде болғанда Алина Қайсар мен Ажардың асты үстіне түсіп, керемет қамқор жандай көрсетеді. Санжар жоқта ол екеуіне не болса соған тиісіп, жоқ жерден ұрыс шығарады. Санжар болса Алинаны құдайдай көреді. Оның айтқандары ғана дұрыс. Қайсар да, Ажар да әкесімен сөйлеспек болған. Аналарыңды сағынып жүргендеріңді түсінем. Бірақ бұл үйдің хазайкасы енді Алина. Сендер жаңа өмірді қабылдауларың керек. Бұдан былай Алинаны жамандап, маған келуші болмаңдар, деп кесіп тастаған. Жас шыға Қайсар мен Ажар ауылдағы атасы мен апасына кетті. Сонда бір айдай болды. Атасы мен апасына мұңдарын шағып, әкесінің жаңа әйелі өте қатыгез, 200 екен айтқан. Айжан жылап отырып, Алинаның бұны бірнеше рет ыдыс-аяқ раковина, унитазды қайта-қайта жуғызғанын, бірде тіптен шашынан сүйреп, бөлмесіне апарып құлыптап қойғанын айтқанда, кемпір шалдың жүректері ұстап қала жаздады. Апасы: «Өткен жолы барғанда байқадым. Бізді тіпті адам құрлы көрмеді. Келдің кеттің демеді де. Барғанымызға өкініп қайттық емес пе?» Қайсарда әңгімеге араласып, Алинаның бұның бөлмесіне рұқсатсыз кіріп, «Не шанайып жатырсың? Ад не дармаяды. Бар есіктің алдында менің машинамды, іші сыртын тазалап жуып қой», деп бұйыра сөйлеп, бөлмесіне қуып шыққанын айтып күйінді. «Иә, өткенде мына ағаларың Санжардың інісін айтып отыр. Сендердің үйге барғанда Санжар үйде жоқ деп сырттан қайтарып жіберген ғой. Бәрінің іші толып қалыпты». Бірінен кембірі жылып алып болған жағдайларды жарыс айтып жатты. Қайсар мен Ажар ауылдан қайтып келгенде өз көздеріне өздері сене алмай абдырап тұрып қалды. Үйде толған кісілер, Алинаның ата-анасы, бауырлары толып отыр. Бұлар бөтен бір үйге келгендей не істерін білмей тосылып қалды. Алинаның анасы: «Кіріңдер, табалдырықта тұрмаңдар», деп ішке кіргізді. Алина өтіп бара жатып бұларға назарда аударған жоқ. Өз үйлерінде бөтен сезініп, қайда барарларын білмей дал болды. Кешкі асқа бұларды шақырғанда жоқ. Ағалы қарындас задан іш құса болып, бөлмелерінде жылап жатты. Санжар жылдағы қолмақты дивидендті банктегі депозитте бос жатқанын қаламайтын. Мүмкін болса, өзінің жеке бизнесінде ашып, ақшаны соған салсам деп жүретін. Бірде осы ойын Алинаға айтты. Ол бірден: «Бұл ойын керемет. Менде өзіміздің бір тұрақты түсіп тұратын бизнесіміз болса деп жүретінмін. Неге бізге жақсы бір ресторан ашпасқа? Өзім-ақ жүргізер едім», деді. «Онда солай істейік», деп шешті. Ресторанды Алина қоймай жүріп, өзінің анасының атына жаздырды.
Санжардың Астанадағы пәтерлерінің бірін сатқызып, інісіне авто жуу бекетін ашып берді. Осылай Санжардың дүниесіне екі қолын тереңдете сала берді. Ата-анасына, бауырларына барынша жағдай жасап бақты. Жақында ауылдан Санжардың інісі келіп, ағасынан шаруасына ақшалай көмек сұраған. Санжар көмектесетін болып қалған. Кеткеннен кейін Алина Санжарға: «Осыларға қашанғы көмек бере бересің? Өздерінің ақылы жетпей ме ақша табуға?» деп қиғалақ салды. «Анау жақта отырып алып, анаң жіберіп жатқан шығар. Бар, ағаңа ақша сұра деп. Өзімізге жетпей жатқанды оларда», деп барып тоқтады. «Көмектессем бауырым ғой, не бопты?» деді Санжар. «Сенің сол көмектескеніңді түсінбейді олар. Кім жаман, біз жаман. Бәрін айтақтап салып отырған мама ғой. Тыныш отыру деген жоқ сол кісіде». Санжар інісіне ме, анасына ма, жоқ әлде барлық бауырларына ма ренжіген болды. Шынында да, неге олар осы сұраншақтана береді? Өздері неге әрекет жасамайды? Деп іштей ашуланды. Сөйтті де телефонын алып інісіне қоңырау шалды. Арғы жақтан інісінің даусы жарқын-жарқын шықты. Ол бұны одан бетер ашуландырды. Сөйтті де: «Қалдар, мен қазір саған ақша бере алмайым. Өзіме жетпей жатыр. Қатты керек болып жатса, танысымнан пайызға алып берейін», деді. «Пайызға өзімде таба алам, қажет емес», деп телефонын тастай салды Қалдар. Сол күні кешке Санжар ауылға барды. Үйге кіргеннен қабағын тас түйіп алып, інісіне шап-шап берді. «Мен сөйлесіп жатқанда телефонды неге тастай саласың?» деп. Анасы сөзге араласып: «Ініңе неге сонша айқайлайсың? Ол саған ағам деп барды ғой. Басқа кімі бар сенетін?» Санжар анасына ызғарлы көздерімен атып жіберердей бір қарады да: «Ой, мама, тыныш отырыңызшы. Сіз де жай жүрмейсіз. Осыларды маған айдап салып қойып. И вообще, маған енді ақша сұрап келуші болмаңдар», деп ашуланып шығып кетті. Бәрі аңырап отырып қалды. Алинаның бауырлары мына үйден шықпайтын болды. Қашан көрсең топырлап жүргені. Ажар мен Қайсар өз үйінде өзге біреудің үйінде жүргендей болатын болды. Не дұрыстап тамақ ішпейді, не әкелерімен бұрынғыдай арқын-жарқын сөйлеспейді. Бұл үйдің атмосферасы тек Алинаның көңіл күйімен байланысты өзгеріп отырады. Бұларға бұрынғыдай ағайын, туыстары да келуін тоқтатқан. Тек Алинаның туыстары сонау батыстан ағылып, бірінен кейін бірі келіп жатады. Ажар мен Қайсардың әбден ығыры шықты. Ауылға кетіп қалғылары келеді. Оқуларын қайтпек, амалдарының жоғынан шыдауға тура келеді. Осылай өмір өтіп жатты. Үйде бұларды барсың ба, жоқсың ба деп жатқан бір жан жоқ. Ажарда, Қайсарда не мектепке, не сыныптастарының үйінде көбірек болуға тырысады. Болмаса көшеде сандалып, түн болғанда келіп, бөлмесіне кіріп жатып қалады. Алина мұны да Санжарға басқаша жеткізген. «Мына екеуі мені адам құрлы көрмейді. Бірдеме айтсам құлақтарына ділмейді. Қайда жүргенін бір Құдай білсін. Күніге кеш келеді. Әбден шаршадым бұлардан. Мен не жаздым бұларға? Мені иттің етінен бетер жек көретіндей. Аналарының орнын жоқтатпайын деп бәрін істеп жүрмін ғой», деп Санжардың құлағын бұрады. Санжар қызымен сөйлеспек болып, оның бөлмесінің есігін қақты. Ажар: «Шаршап жатырмын, төсекке жатып қалдым» деп есігін ашпай қойды. Қайсарға барып еді ол: «Әке, ауырып мазам болмай отырмын», деп сөйлескісі келмеген білдірді. Бұларға не болған? Шетінен қырсығып, Алинаға шынымен қиын тиіп жүр екен деген ойға келді. Осылай әке мен ұл қызының арасы алшақтай берді. Олардың неге өздерін осылай ұстағанын әкесі түсінбеді. Түсінейін деп те тырыспады. Бар ойлағаны Алинаның айтқандары рас екен дегенде қойған. Ата-анасымен де, бауырларымен де арасы алшақтап бара жатты. Бәріне Санжар үшін олардың өздері кінәлі. Бұның өзінің, тіптен Алинаның еш кінәсі жоқ. Қайсар сабақтан шығып, сыныптастарымен компьютер клубына барып, ойын ойнап кеш келді. Үйге келсе, Ажар есіктің алдында екі бүктеліп жылап отыр екен. Қасына келіп не болған сұрады. Сол сәтте үйден Алина шығып, бас салып Қайсарға ұрса жөнелді. «Қайда жүрсің қаңғырып қаңғыбас? Мына қарындасыңа қарамайсың ба? Болды, қазір келді. Қайда сандалып жүргенін бір Құдай біледі.
Ерте келіп үйдің тірлігіне көмектесейін демейсіңдер. Шаршаттыңдар. Өңкей дармай еттер. Немене? Жылап отырсың. Бар анау асханадағы ыдыс аяқты жу. Оны да мен істейін бе? Тұр бар. Деп желкесіне түйреп жіберді. Қайсар орнынан атып тұрып, Алинаның қолынан шап бермек болып еді, қорқып кетті ме? Анау дауысы шаңқылдап, ойбай, мынау мені ұрайын деп жатыр, деп байбаламға салды. Үйдегі Алинаның бауырлары келіп, Қайсарды итеріп, көшеге шығарып жіберді. Ажарда Қайсардың артынан жүгіріп шығып, екеуі мына жерден тезірек кетейік дегендей, тез басып, үйден ұзап бара жатты. Қайсар әкесінің інісі Қалдарға телефон шалып, келіп алып кетуін өтінді. Қалада шаруаларымен жүрсе керек, көп ұзамай Қалдар келіп бұларды ауылға алып кетті. Жолжөнекей ағасымен қарындасы болған жағдайды баяндап, бұдан жағдай бірінші рет емес екенін жарыс айтып жатты. Іштеріне толған запыран ыстық көз жастармен бірге сыртқа ақтарылып, төгіліп жатты. Қалдардың қаны қарайып, жолдан кері бұрылып, ағасына бар шындықты жайып салмақ ойы болды. Оған Қайсар мен Ажардың айтып отырған әңгімелерінен байқағаны, Санжардың миы уланып, көзін шел басқанын, барғанмен бұның сөзін тыңдайтын ағасын көріп отырған жоқ. Түннің біршама уағында ауылға келді. Түнделетіп келген немерелерін көріп, жағдайды білгеннен кейін, Санжардың әкесі ашуланып, қалаға барып, оның ит терісін басына қаптағысы келген. Оған інісі көнбеді. Сізді тыңдайтын бұрынғы Санжар жоқ, әуре болып қайтесіз деген. 2-3 күннен кейін апасы мен атасы зейнетақыларын сандықтың түбінен алып, шығып, Қалдардың қолына ұстатты. Мына екеуін қаладан бір пәтер жалдап, сонда орналастырып, азын-аулақ азық төлігін алып беріп, жайғастырып қайтты. Жексенбі күні базарға барып, анау тайды сатып, ақшасын шетінен беріп тұрам, деп шешті. Осылай Қайсар мен Ажар өздері бөлік тұрып жатты. Санжар жұмыстан келгенде балаларының үйде жоқ екенін көріп, анау екеуі қайда жүр? Түннің бір шамасы болды. Не жүріс бұлардікі? Деп Алинадан сұрады. Осыны күтіп отырған Алина жылап қоя берді. Айтсам мен жаманмын. Мені адам құрлы көрмейді. Ойларына келген істейді. Түн демейді, күн демейді. Қыдырулары бітпейді. Қайда жүрсіңдер? Әкелерің келсе ұрсады ғой. Неге оны ашуландыра бересіңдер? Дегенім сол еді. Екеуі екі жақтан бас салбай қайлап, қайда жүреміз, қашан келеміз, сенің шаруаң болмасын деп, есікті тарс жауып кетіп қалды. Олар мені тыңдаудан қалды. Шаршатты. Қайда кетті? Мен оларға көрсетем. Қаңғырғанды. Деп Санжар оталды. Балаларының телефонына қоңырау шалды. Екеуі де көтермеді. Оған ол одан да бетер жынданды. Ішінен сандалып қайтып келесіңдер. Сонда болсын сендермен ісім. Дегенде қойған. Таңертең жұмысына кетіп бара жатып, Алинадан балалар келді ме деп сұрады. Алина жоқ деп жауап берді. Олар туралы сөйлескісі де келмейтін байқатты. 2 күн өткенде Санжар балаларына тағы қоңырау шалды. Жауап бермеді. Түске таман Қайсардың оқуына барып, оны тауып алды. Айқайлап ұрыспақ болды. Қайсар сабағын басталайын деп жатыр деп теріс бұрылып кетті. Не сөйлерін білмей тұрып қалды. Бұл күшік мені әкем деп тұрған жоқ қой, деп кіжінді. Ажар әкесін сыртынан көріп, тез басып, әжетханаға кіріп кетті де, сол жерден кеткенше шықпады. Санжар ары іздеп бері іздеп, таппаған соң қайтып кетті. Үйге қайтып бара жатып, інісіне телефон шалды. Ол да телефон көтермеді. Бұлардың бәрін Құдай ұрып кеткен. Сөйлеспесеңдер одан әрмен, деп жұмысына кетті. Уақыт өтіп жатты. Күздің салқын бұлтты күндері. Ажар сабағынан шығып келе жатып, жүрегі ұстап, екі бүктеліп отырып қалды. Құрбылары қаумалап, абыр-сабыр болып қалды. Жедел жәрдем шақырып, ауруханаға алып кетті. Ағасы екеуі бірде тоқ, бірде аш жүргеннен бе, көп күйзелістің әсерінен бе, Ажардың жүрегі сыр беріпті. Дәрігерлер бірден жансақтау бөліміне апарып, тездетіп, операция жасамаса болмайды деп шешті. Сыныптастары Қайсарға қоңырау шалып шақырып алды. Дәрігерлер ота жасау үшін ата-анасы болу керек. Олардың рұқсатынсыз бастай алмаймыз деп, Қайсардан Санжардың телефонын алған. Көп ұзамай ол да келді. Жағдайды естіген соң ота жасауға келісім берді. Ажарда анасы сияқты жүректің ауруына шалдыққан екен. Сәл кешіккенде мына өмірмен қош айтысатын еді.
дер кезінде алып келіпті. Сыртта інісі Қалдар Санжардың қасына келіп отырды. Келіні сәлем берді де ішке кіріп кетті. Қалдар: қалай болып жатыр? Қалай болып жатыр? Қайсар жылап телефон соқты. Аға тез жетіңізші деп. Дәрігерлер не деп жатыр? Мен келсем, жансақтау бөлімінде екен. Тездетіп, операция жасамасақ болмайды деп рұқсат алған соң операцияға алып кетті. Бұның да жүрегі ме? Иә. Қайсар іште ме? Ол не дейді? Іште. Менімен сөйлескісі келмейді. Ол мені кінәлі санайды. Сен өзің олай ойламайсың ба? Мен не үшін кінәлімін? Алинаға үйленгенім үшін бе? Мен осылар анасын жоқтамасын, Алина анасындай қамқор болады дедім ғой. Шын мәнінде керісінше болып шыққанын байқамадың ба? Атанаң, бауырларыңнан араз болғанды былай қойғанда, балаларыңды сандалтып жібергенін көрмедің бе? Сенімен сөйлесуде мүмкін болмай қалды ғой. Алина сендерге сонша не істеді? Неге жек көрдіңдер барлығың? Менің бақытты болғанымды қаламайтын сияқты өшіктіңдер. Міне, тағы да сол әуенге бастың. Біз сенің бақытты болғаныңды емес, көз алдымызда бақытсыздыққа қарай құлдырап бара жатқаныңды көріп, сені содан арашалап алғымыз келді. Көзің тұманданып, ештемені көрмей, сезбей қалдың. Қалдар орнынан тұрып, Қайсарға қарай ішке кіріп кетті. Операция ұзақ жасалынды. Сол уақытта Санжар бар өмірі көз алдынан өтіп, өткені мен қазіргі жағдайын ой таразысына салды. Неге мұндай күйге түстім деп жаны күйзелді. Алинаның телефонынан қоңырау келді. Жауап бермей басып тастады. Байқаса, сол қыздың арбауына өрмекшінің торына түскен шыбындай маталып, алды-артына қарауға шамасы келмей қалған екен. Енді болмаса, ол қызынан, ата-анасы бауырларынан, бар жиған тергендерінен айырылатын екен. Кеудесін біреу темір құрсаумен қысып жатқандай. Ауа жетпей алқынды. Таза ауамен терең-терең демалып, әрең дегенде өз-өзіне келді. Мына операция бұның жарты ғұмырындай созылып кеткендей еді. Қайта ішке кіргенде, дәрігерлерде шығып, операцияның сәтті аяқталғанын айтқанда, өзін-өзі ұстай алмай көзіне тығылған жасты көрсетпейін деп теріс айналды. Таудай көретін әкесінің жылап тұрған көргенде Қайсар шыдай алмай қасына келіп, оны құшақтай алды. Әкелі бала құшақтары ажырамай ұзақ тұрды. Санжар баласы мен інісінің сөзінен кейін Алинаға бұрынғыдай соқыр сеніммен емес, кішкене күдікпен қарай бастаған. Санжар үйіне кеш келді. Кіргенде байқады, үйдің іші толған Алинаның бауырлары. Осы үйдің қожайындары солар сияқты. Ол тамаққа қарамай жатын бөлмеге өтіп кетті. Сәлден кейін Алина келіп, не болды? Жұмысында бәрі дұрыс па? Неге тамаққа келмедің? Деп жатыр. Санжар Ажардың ауруханаға түскенін, шұғыл түрде операция жасалынғанын айтты. Алина: бастысы дер кезінде болыпты ғой. Неге сонша күйзелесің? Бәрі жақсы болады, деп салқын сөйледі. Санжардың жүрегі сыздап кетті. Осы адамды мен неге сонша жақсы көрдім? Мынада ешқандай жанашырлық сезімі жоқ қой, деп ойлады. Мыналардың баратын жері жоқ па? Неге осында келіп топырлап жүр? Деді. Санжардан мұндай әңгіме күтпеген Алина алғашында тосылып қалды. Санжар: олар менің бауырларым ғой. Саған не болды? Үйді қызғанып жатырсың ба? Деді. Болса қайтейін, үйлеріне қайтсын, айт, деп кесіп айтты. Осындай сөз аузынан шыққанына өзі де таңғалып тұр. Алина қулығына салып, Санжарды айналып толғанып жатыр. Ашуы басылған соң бәрі орнына келеді деп ойлады. Санжар сөйлескісі келмей жатып қалды. Азанда тұрса, Алинаның ата-анасынан басқа ешкім қалмапты. Таңғы шайын ішіп, жұмысына кетті. Жұмыста отырғанда Алина телефон шалды. Түсте бір жерден барып тамақтанайық, деп өтінді. Екеуі ресторанда тамақтанып отыр. Алина: Санжар, қызыңның жағдайы қалай болды? Деп сұрады. Саған ол қызыңдай болады деп ойлап едім. Атында атағың келмей ме? Санжар: саған не болды? Неге кешегілі бері маған тисе бересің? Санжар жауап бермеді. Біле білсең, мен оларға барынша қамқор болуға тырыстым. Өздері ғой, мені қабылдағылары келмеді. Ашуланбаш болды енді жаным. Мен түнімен ұйықтамадым. Переживать етіп, бүйте берсең ауырып қаласың. Береги нервы. Санжар Алинаның мына қылығына қарап, миының түкпірінен тағы бір ой жылт етті. Бұл мені шын жақсы көреді.
ол мені алдап жүруі мүмкін емес деп түйді. Енді не істеу керек? Балаларын қайтсе үйге алып келе алады. Әбден басы қатты. Алинаның жоспары басқа еді. Амалын тауып енді оларды бұл үйге келтірмеу. Қайсар да Ажар да қайтып үйге барғысы келмейтінін әкесіне айтқан. Санжар қанша өтінсе де олар көнбеді. Амал жоқ. Уақытша пәтер жалдап сонда тұрып жатты. Қуырдақтың көкесін түйе сойғанда көресің демекші, нағыз текетірес енді басталды. Санжар ұл қыздарының әр қайсысына бір-бір пәтер алып беріп қоятын болып ойлаған. Алинаға ойын айтқаны сол еді, ол үзілді кесілді қарсы болды. Оларға пәтердің керегі қанша? Олар ашулары басылған соң осында келеді. Қайсар оқуын бітірген соң өзі шешсін қайда тұратынын. Ажар ертең бой жетіп тұрмысқа шығам десе күйеуімен тұрады. Оған пәтер неге керек? Ол ақшаға одан да сен маған сұлулық салонын ашып берші. Мен тапқан ақшаны осы үйдікі. Мен екеумізге жұмсаймыз ғой, деп шырпыр етті. Сенің рестораның бар ғой, сол саған аз ба? Сен қызықсың. Бір ресторанның пайдасы неге жетеді? Оның үстіне ол мамамның атында емес пе? Ол кісіге де пайдадан бөліп беру керек. Иә, ресторан мамасының атында екен ғой. Анау авто жуу салоны інісінде, енді сұлулық салонын ашпақшы, деп ойланып қалды. Сұлулық салонын кімнің атынан ашамыз? Оны кім жүргізеді? Оны да ойлап қойдым. Менің тетямның қызы Ақтауда бірнеше жыл болды сонда салонда істейді. Ол бұл істің қыр-сырын жақсы біледі. Әрине сен қарсы болмасаң соны шақыртып алар едім, деп Санжарды келіп құшақтап еркелеген болды. Санжар тағы да ойланып қалды. Төбеден қойып қалғанда етіп, мамаң мен әкең ауылына қашан қайтады, деді. Алина бұндай сұрақты күтпеген еді. Санжар, олардың еш зияны жоқ қой, жүре тұрсыншы. Оның үстіне деп тоқтап қалды да, жақында маманың туған күні, кішігірім мерейтой, 65-ке толады. Қалай ойласың, не сыйласақ болады? Ол кісі сені өте жақсы көреді. Сен бір қомақты сыйлық алып беретін шығарсың, как любимый күйеу бала. Санжар әңгіме неден басталып еді, не болып кетті, қайдағы сыйлық деп басы айналып қалды. Ертеңіне жұмыстан отырып тағы ойланды. Балаларын ойлады. Алинаның кешегі айтқан сөздерін ой елегінен өткізді. Шынында да бәрі сол Алина үшін, соның туған туыстары үшін жасап жатыр екен. Бұлай жүре берсе, бұның бар тапқаны соларға кететін сияқты. Балаларына не береді? Олардың болашағы не болады? Байқағаны ол мәселе Алинаны мүлде мазаламайды. Ол енді Алинадан қорқайын деді. Кешке жұмыстан ертерек шығып, балаларына барды. Ажардың денсаулығы біршама жақсарыпты. Қуанып қалды. Жақын арада үйге қайтарам деп кетті. Балалары оған онша сене қоймады. Бірақ үндемеді. Санжар таңғы шайын ішіп болған соң, екеуі қалғанда кешегі ойлаған ойын ортаға салды. Сен осы үйге келерде балаларыңа ана орнына ана болам деп келдің. Бірақ ол сенің қолыңнан келмеді. Алина ақталмақ болып сөйлей беріп еді, қолын көтеріп тоқта дегенде сөйлетпеді. Сен ата-анаңмен тұрғанда қалай дегенсің? Ендеше мен сендерге жаңа пәтер сатып алып берем. Сен сонда солармен боласың. Біз анда-санда кездесіп тұрамыз, деп кесіп айтты. Мен балаларымды сандалтып жібере алмайым. Олар өз үйінде тұру керек. Мен солай шештім. Және бұл талқыланбайды, деп орнынан тұрып бара жатты. Алина орнынан атып тұрып, Санжардың жеңінен ұстай алып тоқтатты. Санжар, не деп кеттің? Қайдағы пәтер? Сен мені енді сүймейсің бе? Мен сенен бөлек тұрғанша өле салғаным артық, деп жылағандай болды. Санжар қолын босатты да тыңдамай шығып кетті. Алина көзі қарауытып, жүзі бір сұрланып, бір бозарып, қаны басына шапты. Санжар, сен менімен ойнаған екенсің. Мен саған әлі көресіні көрсетем, деп тісін қайрады. Ұзақ отырды. Енді ол ауру Ажардан бір жолата құтылсам, Қайсар өзі-ақ безіп кетеді. Санжарды құрығынан еш шығарып алмау керек, деп шешті. Енді кешікпеу керек, әйтпесе бәрінен айырылады. Кешке дәмді тамақтарын дайындап, Санжарды есіктен күтіп алды. Тамақтан кейін Санжарға ойын айтты. Санжар, сен мені кешір. Менен де қате кетті. Балаларға дұрыс қарай алмадым. Оларға қамқорлық жетіспеген болу керек. Сен қарсы болмасаң, мен солардың үйге қайтып келгенін қалар едім,
қателіктерімді түзетуге мүмкіндік берші. Бар шамам келгенше қамқорлық көрсетем, ант етем. Оларды көндірш, үйге қайтып келсін, деп жалынды. Санжар мынау шынымен қатесін түсінген екен деп ойлады. Жақсы, көндіруге тырысып бағайын деді. Ол Алинаның зәлім ойын сезген жоқ. Балаларын үйіне алып келгенде Санжардан бақытты адам жоқ еді. Бірақ Алинаға қанша сенейін десе де, көңілінде бір күдік кетпей тұрып алды. Балаларының жағдайы шынымен жақсара ма, әлде бұл уақытша ма, деп сезіктенеді. Алина балаларына барынша жағдай жасап, қамқор болуға тырысып жатты. Санжарға солай көрінді. Балалары да бұрынғыдай емес, көңіл күйлері жоқ. Бәрі тынышталды дегенде, Алина өзінің алдын ала ойластырған жоспарына кірісті. Бірінші кезекте ажардан құтылу керек. Балалардың үйге келгеніне 4-5 күн өткенде, ажардың денсаулығы күрт нашарлап, ауруханадан бір-ақ шықты. Дәрігерлер түсіне алмай дал болды. Санжарға бұлай болу мүмкін емес. Қайта оның жүрегі бұрынғыдан әлде қайда жақсарып қалған деп бастары қатты. Мүмкін басқа дәрі ішіп қойды ма, дейді. Жоқ, өздерің жазып берген дәріні ішіп жүрген, дейді. Дәрігерлер арпалысып жатып, ажарды тағы да өлім аузынан арашалап алып қалды. Анализдерін толық тексеруден өткізгенде белгілі болды. Қанында бөтен улы дәрінің бар болғаны. Бас дәрігер Санжарды шақырып алып, тек өзі ғана білсін деп жағдайды жайып салды. Қызыңыз суицид жасамақ болған. Қанында біз жазып берген дәрілерден басқа улы дәрі болған, деді. Енді қызыңызды күндіз түні бақылау керек, деп шығарып салды. Ажардың өлімінен аман қалғанына қуанды. Бірақ көңілінде шынымен соның істегені ме деген ой мазалай берді. Үйіне келе сала автогаражға кіріп, сейфті ашып, ішінен бейне жазба сақтайтын құрылғыны алып, барлық камералардың бейне жазбаларын тексерді. Ол қанша Алина мейірімді шешет болам десе де, сөзіне онша сене қоймаған. Сондықтан үйде ешкім жоқ кезде, жан адамға білдірмей, үйдің әр бөлмесіне көзге көрінбейтін камералар орнатқан болатын. Бейне жазбаларды қарап отырып байқағаны, Алинаның ажардың бөлмесіне кіріп, дәрілерін ақтарып, бір құтын алып, ішіндегі дәрілерін ауыстырғанын анық көрді. Соны телефонына жазып алды. Жоғарға көтеріліп, Алинаға телефон шалды. Үйге тез кел, деп бұйырды. Алина түк болмағандай үйге күліп кірді. Санжардың түрін көріп, тосылып қалды. Санжар бірден отырғызып қойып, бейне жазбаны көрсетті. Алинаның түрі бұзылып кетті. Бүкіл дүниенің құжаттарына келіп, менің інімнің атына аударасыңдар. Барлық мен алып берген заттарды түгел әкеліп, осында өткізесің. Болмаған жағдайда мына бейне жазба полицияға жеткізіледі. Үрім бұтағыңмен жоқ қылам. Өзіңді түрмеде шірітем, оңбаған сұрқия, сұр жылан, деді де, енді мына жерден қараңды өшір, деп шашынан сүйреп сыртқа шығарып жіберді. Ажарды ауруханадан алып келгенде, есіктің алдында Санжардың бүкіл бауырлары, ата-анасы қарсы алды. Санжар жұмыстан шығып, үйіне қарай асығып келеді. Алинаның ойранынан кейін балаларының қасында көбірек болуға тырысып жүр. Өзінің соншалық басы кетіп, көзін тұман тұмшалап, жүрегін жаулап алған жасанды махаббаттан арылғанына шүкір дейді. Тосыннан келген құйындай бұны шыр көбелек айналдырып, алды-артына қаратпай алып кеткен сезім қаншалықты тез болса, соншалықты жалған екеніне таңы бар. Өзінің еліктегіш, жігерінің осыншалық әлсіз екенін бұрын байқамаған. Алды-артын таныған, әр істі ойланып істейтін жанмын деп санайтын. Жап-жас қыздың болуыма құйтырқы әрекетінің әсері ме? Әлі толық түсінген жоқ. Махаббат. Жоқ, бұл махаббат емес. Атақты француз жазушысы Экзюперидің айтқаны бар емес пе? Махаббат деген екі адамның бір-біріне қарауы емес, екеуінің бір бағытта қарауы деп. Гаухар екеуі сондай еді. Олардың ойлары, армандары бір арнада тоғысатын. Алина менше. Қазір қарап отырса, ол екеуі екі түрлі бағытқа қараған екен. Иә, махаббат жаныңды жалын болып шарпыған сезім ғана емес екен. Ол тіпті сені күнде кешке жұмыстан күтіп алатын, тамағыңды дайындап отыратын адамның әрекет емес. Мен сенсіз өмірімді елестете алмайым, деп ағынан жарылатын сөздерде емес. Махаббат сенің жан тыныштығыңа күзетші бола алатын.
екеулеп алақандарына қондырып алған бақыт құсын бірге қызғыштай қорғай алатын, екі жүректің соғысы бір диапазонда дүрсілдеп тұратын, тіпті сенің деміңмен дем алатын жанның болғаны. Санжардың анасы балаларға бас көз болам деп ауылға қайтпай осында қалған, оқу деп қызмет деп анасынан алшақтап кеткенін енді сезініп жүр. Жұмыстан келгенде бірден анасына барып бір құшақтап алады. Анасының ботам деген бір сөзі шаршағанын қолмен сылып тастағандай әсер етеді. Балалары да ашық жарқын әкеліп тұрады. Осы бақытты өз қолымен ойран ете жаздағанын ойласа, жаны байыз таппай қиналады. Екі бөлмелі пәтердің іші қара көлеңке. Залдағы диванда Алина бүк түсіп жатыр. Осылай жатқанына бірнеше күн. Ештемеге зауқы жоқ. Кейде орнынан тұрып, тоңазытқыштағы азын-аулақ жейтін бірдемелерді алып тамақтанған болады. Осылай жата берсем, мына түріммен ауру болатын шығармын деп ойлады. Басын көтеріп ваннаға барды. Айнадан Алина емес, көшеде үйсіз-күйсіз жүрген болмыш әйелді көргенде шошып кетті. Өзін өзі қолға алмаса болмайды. Есіңді жи, Алина, деп айқай салды. Ваннаға су жіберіп, ақ көбікті қобдыратып, ішіне түсті. Шым-шым су мен ақ ұлпа көбік жанына рахат сыйлады. Шыққысы келмей ұзақ жатты. Жай жатпады. Қайткенде де Санжардың дүниелерін қайтарып бермеудің жолын ойлады. Бар жанын салып, жеткен осыншама дүниені қалай қайтарып бере салмақ? Санжардың көрсеткен бейне жазбасы есіне түсті. Ну и что? О жерде менің қандай дәріні құтыға салғаным анық көрінбейді. Және дәл мен салған дәріден ажар уланды ма? Кім оны дәл басып, дәлелдеп бере алады? Алина анасының атына алып берген, мейрамхана мен бауырының атына ашып берген авто жуу бекетін қайткенде де алып қалуды ойлап, Санжармен айқасуға бел буды. Санжар Алинаға бірнеше рет телефон шалды. Еш жауап болмады. Жақын арада хабарласпаса, істі сотқа тапсыратынын айтып, хабарламада жазып жіберді. Алина құмға сіңген судай із-түссіз жоғалды. Болмаған соң адвокат жалдап, бар жайды баяндап берді. Адвокат бұл істің оңай шешіле қоймайтынын, бірақ жеңіп шығуға болатын сендіріп бақты. Осылай Санжар кешегі өліп өшкен махаббатымен соттасуға бел буды. Алина үйінде қамалып жата бергеннен ештеме өзгермейтінін түсінді. Әзірше қалай әрекет жасайтынын анық білмейді. Оған қатты басын ауыртқысы да келмеді. Онсыз да бірнеше күн жалғыз жатып, ойдың қамалынан шыға алмай, санасын сарып етті. Боянып сыланып көшеге шықты. Үйінен онша алыс емес жердегі мейрамханаға барып, кешкі асты сонда ішуді ойлады. Көше бойымен жүріп келеді. Кешкі самал бойын сергітіп, Санжарға деген ызадан аяғының астындағы асфальтқа дейін түсіп кеткен көңілін қайта көтеріп, елік мүсінін тігістап, сұп-сұр болып кеткен жүзіне болар болмас жылылық жинап, басын қайқайта нық-нық басып мейрамханаға кірді. Залда адам көп емес екен. Шеткерірек тұрған бос орынға келіп жайғасты. Залда отырған бірнеше жігіттің сұқтана қараған байқады. Бұл көз қарастар Алинаға жақсы таныс. Сәті келсе, біреуін қағып кетуге де қарсы емес. Ойлағандай төргі жақтағы стөлде отырған екі жігіттен даяшы комплимент жеткізді. Керегі де осы еді. Басын сәл изеп, ілтипатын білдірді. Аз уақыт өткеннен кейін әлгі жігіттердің біреуі келіп, қайырлы кеш қарындас деп амандасты да, қасыңызға отыруға бола ма деп қиылды. Алина қарсы емес екен білдірді. Жайғасып алған соң жігіт қолын созып, Айбар деп өзін таныстырды. Алина, өте қуаныштымын. Осындай сұлуды сымбатты қыз жалғыз жүргені қалай? Деп күлді. Мен жақын жерде тұрам, үйде жалғыз жата бермейін, деп өзіне тән әккілігімен сәл кідіріп барып, қасыңыздағы досыңыз ба? Деп сұрады. Жоқ, әріптесім, бір ұжымда істейміз. Құпия болмаса қай жерде істейсіздер? Жоқ, құпия емес. Мед орталықта дәрігеріміз. Қандай дәрігерсіздер? Адам жанын емдей аласыздар ма? Деп жымиды. Жаныңызда да тәніңізді де емдей аламыз. Байқаймын, жаныңызды біреулер жаралап кеткен сияқты. Тәніңіздегі жарадан жан жарасын емдеу өте қиын. Бірақ маған сенсеңіз болады, деп Айбар жалпақтап жатыр. Қалай емдейтінін белгілі ғой деп Алина іштей мысқылдады да, жан жарасын емдейтін дәрі шыққан ба еді?
Білмейді екенмін. Ондай дәрі әлде қашан бар. Емделгіңіз келсе, мен өзіңізбен индивидуальную терапию могу провести, деп Айбар мәселені түтесінен бірақ қойды. Алина мына жігіттің сусылдағанын онша жақтыра қоймады. Іштей Санжармен салыстырып отыр. Оған жету қайда? Санжардың орны бөлек қой. Артынан оған деген жыны қайта шығып, мына жігітпен көңіл қосып, Санжардан өзінше кек алғысы келді. Көп ұзамай Айбардың әріптесі де бұларға қосылды. Сызылтып ішкен шараптың сиқырымы өзі қатарлас екі жігіттің жарыса айтқан комплименттерінің әсері ме? Алина желігі қозып, екі езуін жимады. Қалжыңда биде жарасып жатты. Айбардың әріптесі Рауан қайтпақ болып орнынан тұрды. Бұларды қайтатын айтып, даяшыдан есеп шот сұрады. Сыртқа шыққанда Рауан такси шақырып қайтып кетті. Айбар мен Алина аяңдап басып келе жатыр. Әңгімелері таусылатын емес. Бірнеше күн пәтерінде жалғыз жатып, қарайып қалыпты. Айбарды қимай барады. Алинаның үйінің кіреберісіне келгенде, Айбар оның қолынан ұстап, өзіне қарай тартты. Алинадан қарсылық байқамаған соң, одан бетер батылданып, қыздың белінен құшақтап, еріне төне түсті. Екеуі аймаласып қоштасуға құмарлықтары мұрша бермей ұзақ тұрды. Алина Айбарды үйіне шақырды. Айбардың да күткені осы болатын. Артынан ілесіп кете барды. Алина көзін әрең ашты. Әлде қашан таң атып кеткен екен. Жалғыз жатыр. Айбар қай кезде кетті екен, есіне түсіре алмады. Шамасы бойы балқып, жігіттің қарулы құшағы мен қайратты екпініне жаны ләззат алып, артынан маужырап ұйықтап кетсе керек. Оның үстіне бірнеше күнгі ой шаршатқан еді. Төсектен тұрғысы келмеді. Санжардың жұмыс кабинеті. Адвокат Нұржанмен жағдайды талқылап отыр. Санжар, менің байқауымша Алина мен алып берген мейрамхана мен автожуу бекетін қайтарғысы жоқ. Егерде онымен некелесіп, ортамызда перзент болғанда, мен оларды қайтармай-ақ қойыр едім. Маған қатты батқаны, оның қызымды уландырмақ болғаны. Құдай сақтап, аман қалды. Бірге тұра бергенде, ол одан да бетер сорақы істерге баратын бет. Бұндай адамдардан аулақ болу керек екен. Мен бас қосқанға дейін қандай еді? Түгі жоқ болатын. Оны сол қалпына қайта түсіру керек. Бәрін қайтармасам болмайды. Бұндай арам пиғылды адамды бұрын көрсем көзім шықсын. Сұр жылан. Санжар өзін әрең тоқтатты. Нұржан, мен сізді жақсы түсінем. Некеге тұрмағандарыңыз қандай дұрыс болған. Бірақ бұл жерде бір мәселе бар. Сіз айтып отырған мейрамхана мен автожуу бекетін сіздің сатып алып бергеніңізді растайтын құжаттар бар ма? Бұл құжаттар менде жоқ шығар, есімде қалмапты. Онда оларды қайтару мүмкін емес. Түсінем. Бұл жерде Алинаның қызыма жасаған әрекетін негізге ала отырып, сотқа берем деп қорқыту керек шығар. Ол да күмәнді. Өйткені Ажардың уланып қалғанына Алинаның дәрілерді ауыстырып, содан болғанын дәлелдейтін экспертизалық сараптамалар керек. Сіз Ажар ауруханаға түскенде дәрігерлердің анықтамасын алған бедіңіз? Оны алу қиын емес шығар. Мен барлық құжаттарды жинастырайын. Сізде бейнен бақылаудың жазбасы бар ғой. Соны да алайын, деді адвокат. Екеуі осыған келісіп тарасты. Нұржан бұл істі жеңіп шығу үшін жан-жақты ойластырып, жақсылап дайындалу керек екенін түсінді. Алина төсегінде жата берер ме еді? Телефоны безектеп қоя берді. Ағасы екен, хабарласып жатқан. Аға, сәлеметсіз бе? Деп Алина жөн сұраспақ болып амандасты. Сәлем, деп ағасы қысқа қайырды. Дауысы қатқыл шықты, бірдемеге ашулы сияқты. Не болды? Тыныштық па? Қайдағы тыныштық? Жаңа таң атпай анау Санжардың адвокатымын, деп бір кісі келіп кетті. Мына автожуу бекетін босатыңдар дейді. Бұл қалай болғаны? Ағасы Алина мен Санжардың арасындағы жағдайдан бейхабар болса керек. Аға, алаңсыз, жұмысыңызды істей беріңіз. Ешкімнің сізге босат дейтін қақысы жоқ. О енді тек сіздікі. Шыныңды айтшы, Санжар екеуің ұрсып қалған жоқсыңдар ма? Ол өзі қайда? Оған алаң болмаңыз, мен өзім бәрін жайғаймын, деді де, ары қарай әңгімені созбай телефонын сөндіре салды. Ағасымен болған әңгімеден кейін Алина қайтсем, бұл дүниелерді қайтармай алып қалсам болады деп ойға шомды. Иә, бұл жерде бір мықты адвокат табу керек. Санжармен шындап айқасуға бел буды. Ашыққаннан құныққан жаман дегендей, Алина мейрамханадан
автожол бекетінен түсіп жатқан табыстардан қағылғысы келмеді. Оның ес біліп, етек жиғаннан бері арманы емес бет. Өзінің тұрақты табыс беріп тұратын бизнесі болғаны. Өзінің түр әлпетін туралап, боянып, сыланып, анасының атына ашып берген мейрамханаға келді. Алдынан әкімшілік жұмысты жүргізіп жүрген Гүлмира қарсы алды. Оның түрінен қобалжуды байқады. «Қалайсыңдар? Жұмыс ойдағыдай ма?» деп сұрады. «Бәрі күндегіше, бірақ», деді де Алинаға сұраулы көзімен қарап. «Бүгін бір адвокат келіп кетті. Сізді сұрады». «Не дейді?» «Мына мейрамхананың жұмысын тоқтатамыз дейді». «Далбасалапты. Тоқтатып көрсін, шамалары келсе», деді де ішке қарай жүріп кетті. Гүлмира артынан ілеспек болып еді, кабинетке кіріп, есікті тарс жауып алды. Сейфті ашып, ішіндегі құжаттарды шығарып, ақтарып отыр. Бұл жерде Санжардың осы мейрамхананы алып берген растайтын ешқандай құжат жоқ. Демек, түкті де істей алмайды деп ойлады. Санжар кабинетінде адвокатпен отыр. «Мына қағаздар менің депозитімнен алынған ақшаларды растайтын құжаттар. Бұл мейрамхана мен автожуу кешенінің бұрынғы иелерінің есеп шотына аударылған ақшаларды дәлелдейтін төлемдер туралы түбіртіктер. Оның үстіне Алинаның анасы мен ағасында осы нысандарды сатып алуға қаражатты қайдан алғаны туралы дәлелді құжаттардың болмауы анық». Адвокат барлық құжаттардың көшірмесін алып, іске кірісетінін айтып шығып кетті. Адамды тану үшін оған не билік, не көп ақша бер деген қағида бар емес пе? Санжардың есіне сол сөздер түскенде Алинаның бет пердесі айқындала түскендей еді. Тездетіп бір мықты адвокат табу керек, деп ойлады Алина. Интернет ашып, адвокаттар туралы ақпараттарды ақтарды. Не деген көбет мыналар? Қайсысы мықты? Оны қалай білуге болады? Әр адвокат туралы комментарийларды оқып отыр. Бәрі шетінен мықты сияқты. Басы қатты. Бір-екеуіне телефон шалып көрді. Алмады. Осылар не үшін жарнама береді екен? Телефондарында көтермейді, деп жынданды. Тағы біреусі, «Қандай сұрақпен хабарласып тұрсыз? Жазып жіберіңіз», деп жауап келді. «Бар шармен», деп орнынан тұрып кетті. Залда бірнеше адам отыр. Түскі тамаққа келген екен. Елдің ауанын байқайын деп, бұл да шеткі столға барып отырып, шай сұратты. Жан-жағына зерттей қарап отыр. Мына екеуі үнсіз тамағын ішіп, ара-кідік телефондарына қарап қояды. Олардың арғы жағында отырған қыздар бір мекемеде қызмет ететіндер болса керек. Киімдері бір типтес. Телефоннан басын бірде көтермей шұқшиып тамақтанып отырған жігіт әлде кіммен бірдемені қызу талқылап жатыр. Әркім өз шаруасымен. Бұл жерге түскі асқа адам көп келеді. Ол Алинаның тапқырлығы. Ақтауда жүргенде жұмысына жақын жердегі асханадан барып түстенейін десе, бағасы арзан болғанмен тамағы нашар. Дәмді дайындайтын жердегі кафе алыстау. Тағы бір мейрамхананың бағасы қалта көтермейді. Жақын, дәмді, бірақ қымбат. Мына мейрамхананы ашқанда осы жерге жақын кеңселерді зерттеп көрген. Мемлекеттік мекемелер көп екен. Орталық болған соң солай шығар. Ондағы қызметкерлердің жалақысы онша жоғары емес. Сол үшін Алина түскі тамақтың кешенді түрін енгізіп, бағасын онша көтермеді. Түскі мезгілде дәмді, бағасы онша қымбат емес, мейрамханаға адамдар қаптап кетеді. Соның арқасында табысын еселеп отыр. Алина шайын ішіп, орнынан тұрмақ болғанда, қасына столға жасы 35-тердегі жігіт келіп отырды. Киген киімі, бет әлпеті қалталы азамат екенін көрсетіп тұр. Ол Алинаға қарап, басын изеді. Алина да сәлемдесіп, жылы жымиып, ықылас танытты. Орнынан тұрғысы келмей, телефонын шұқлап отыра берді. Анда-санда екеуі бір-біріне көз қырларын тастап қояды. Тамағын ішіп болды ма, әлгі жігіт кетпек болып орнынан тұрды. Алина байқамаған сыңай танытып, телефонын шұқлап отыра берді. Көзінің қиығымен байқады. Анау осыған қарай келе жатыр. Қасына келіп, «Кешіріңіз, мына жерге отыруға бола ма?» деп Алинаның қарсы алдындағы столды меңзеді. «Бірдеме сұрайын деп едіңіз?» деп қиыла қалды. «Иә, мүмкін болса, сізбен танысайын деп едім». «Не үшін?» Өзінің сұрағына өзі күлкісі келді. Рұқсат деген жауапты естімесе де, жігіт орындыққа отырды. «Менің атым Әсет», деп қолын созды. «Алина,
Байқаймын, сіз мұнда тамақтануға келмеген сияқтысыз. Біреуді күтіп отырсыз ба? Мен кедергі жасаған жоқпын ба? Жоқ, онша тәбетім жоқ. Мен мына жақын жерде жұмыс істеймін. Күнде түсте осында келіп тамақтанам. Бұрын сізді бұл жерден байқамаппын. Иә, мен көп келе бермеймін. Не жұмыс істейсіз? Адвокатпын. Алинаның көзі жайнап сала берді. Кейде ол өзіне таң қалады. Бірдеме ойласа, сол күтпеген жерден алдынан шығады. Күндіз Санжардың хабарламасын оқып, өзіне адвокат іздеп еді ғой. Енді міне, өзі келіп тұр. Ғажап. Кешке қолыңыз бос па? Бірге тамақтансақ қалай қарайсыз? Бұл жерде емес. Жақсы, телефон нөміріңізді берсеңіз. Алдын ала хабарласып, қайда баратынымызды айтайын. Келістік. Алина телефон нөмірін Әсеттің телефонына жазып берді де, өзінің телефонына қоңырау соқты. Номеріңізді сақтап қояйын. Бейтаныс телефондарға жауап бермеймін, деді жымиып. Оның үстіне өзі келіп тұрған адвокатты жіберіп алмау үшін жазып алды. Әсет жұмысынан ертерек шығып, Алинаның үйіне келіп, көлігіне отырғызып алып кетті. Қаланың жоғары жағындағы бір мейрамханаға келіп кірді. Қымбат жер екені көрініп тұр. Әсеттің қалталы екенін байқады. Бұндайда Алина өз рөлін тамаша орындайды. Әсетті қалай шыр көбелек айналдырып, торына топ еткізуді жақсы білет. Әсет сөзшең екен. Мүмкін алдында отырған сұлуда сымбатты қыздың көңілін біржолата өзіне құлатып алуды ойлады ма екен. Әсел жымиып қойып, оны мұқият тыңдап отырғандай кейіпте, екі көзін одан алмай қарап отыр. Бірақ ойы басқа жақта. Санжарда. Онымен ешкімді қатар қойғысы келмейді. Бір көргеннен ерекше жан екен байқаған. Бұл оны жақсы көрді. Ендеше неге сондай опасыздыққа барды? Қорықты. Санжар балаларын тастап кете алмайтын білді. Қайсар мен Ажар бұны қабылдай алмады. Екеуі де бөлмелерінде анасымен түскен суреттерін көптеп іліп тастаған. Ол Алинаның жүйкесіне тиетін. Санжарды да мына зәулім үйді де о дүниелік боп кеткен гауһардан қызғанды. Тіпті о кейде Санжарға айтып, мына үйді балаларына тастап, өздері басқа жаңа үйге көшейік деп те айтқысы келген. Алина бәрін жаңаша, өз қалауынша, өткенді еске салатын естеліктерсіз өмір бастағысы келген. Оған Қайсар мен Ажар кедергі болатын білді. Әкесі оларды тастап кетпейтінін сезді. Сондықтан да олардан құтылғысы келген. Атың өшкір камераны қалай байқамағын, Санжар бұның қай қылығынан секем алды. Бәрін мұқият ойластырған сияқты еді. Санжар енді қайтып келмейді. Мейлі, бастысы қолдағы дүниелерден айырылып қалмау керек. Мына алдында данышпансып сайрап отырған жігіттің шамасы келер ме екен? Оған қалай айтып, өзінің ойлағанын іске асыра алады? Сіз бұл жерде емес, басқа бір әлемде жүрген сияқтысыз, деп Әсет мені тыңдап отырсыз ба дегенде, сұраулы көздерімен барлай қарады. Мен сізді мұқият тыңдап отырмын. Әңгімені әдемі айтады екенсіз. Осының бәрін қайдан білесіз? Ішінен не туралы айтып отыр еді деп, ара-кіді құлағында қалған кейбір сөздерді есіне түсіруге тырысты. Сұлулық туралы еді ғой. Еркектер қызық осы, көңілі қалаған қызға әлемдегі барлық сұлулықтың символы сенсің десе, екі құлағы салпиып, аузы аңқиып, көздері жайнап, көңілі қайнап құлай кетеді деп ойлай ма екен? Ондайға әбден тойып біткен. Мына адвокатпен басқа жағдайда кездессе, көп қыртпай әр жүріп тұрып кетер еді. Амалсыздан сызылып, сөздеріне шын сенгендей майса қалды. Санжар қазіргі кезде жұмыстан шыға салып, үйіне асығатын болған. Екі перзентінің алдында кінәсін жуып шайғысы келеді. Өзінің әкелік сезімін жоғалтып ала жаздағанына қатты өкінеді. Енді болмағанда екеуінен де айырылатын жағдайға жеткен екен. Балалары бұны кешірді ме? Жоқ әлде іштеріндегі өкпені уақытша жастықтарының астына көз жастарымен бірге тығып қойды ма? Екеуі де бөлмелерінде анасымен түскен суреттерді төсектерінің бас жағына іліп қойған. Күнде осыларға күлімдеп қарап тұрған аналарына жатса тұрса, мұңын шағып, мылқау бейнемен тілдесе ме екен? Не ұлы, не қызы. Бұнымен әлі ашылып сөйлескен жоқ. Жұмыстан келіп бірге тамақтанып, артынан екеуін екі қанатының астына алып отырып, баяғыша еркілдетіп, қалжыңдасып, ашық жарқын сөйлескісі келеді. Олар әкесінен гөрі апасымен көбірек шүйіркелесіп, соның қасына шықпайды.
Болмаса, бөлмелеріне кіріп алып, өзді өзімен өмір сүріп жатыр. Жұмыстан ертерек шығып, үйіне қарай асыққан себебі бүгін Гаухардың туған күні. Жолда торт сатып алып, балаларымен бірге еске алуды ойлаған. Үйге кіріп, анасының бетін сүйіп, көзімен балаларын іздеді. Анасы: балалар сабақтарынан кейін зиратқа кеткен. Аналарының басына барып қайтамыз деп. Маған неге айтпады? Мен бірге баратын едім. Балам, оларға кінә артпа. Екеуіне де оңай болған жоқ. Анау сұр жыланды ұмыту үшін, сенің қателіктеріңді кешіру үшін уақыт керек. Олар сені жақсы көреді. Кішкене шыдай тұр. Бәрі де қалыпқа келеді. Сен көбірек олармен болып, көбірек сөйлесуге тырыс. Иә, білем, тырысып жүрмін. Бала деген анасы қанша ұрсып жатса да қатты ренжімейді. Ал әкенің орны бөлек. Олар үшін әке еш қателеспейтін, еш құламайтын, берік қамал сияқты көрінеді. Сол сенімдерінің ақталмағаны қатты соққы. Одан тез айығып кетуде мүмкін емес. Сенің ендігі мақсатың оларға сол сенімін қайта қалпына келтіру, қорғаныңның енді қайтып құламайтынына көздерін жеткізу. Санжар анасының даналығына риза болып, орнынан тұрып барып құшақтай алды. Есік ашылып, балалар ішке кірді. Білгенімде мен де сендермен бірге барып қайтатын едім. Неге бір ауыз айтпадыңдар? Сіз жұмыстан қолы босамайтын шығар дедік. Аналарыңның туған күнінде жұмыс маңызды деп ойладыңдар ма? Екеуі әкелеріне сіз анамыздың туған күнін ұмытқан жоқсыз ба? Дегенде қарады. Иә, мен аналарыңның туған күнін ұмытқан жоқпын. Ұмытпаймын да. Қолдарыңды жуып, столға келіңдер. Мен торт алып келіп едім. Аналарыңды еске алайық. Балалар тез бөлмелеріне кіріп кетті. Қайсар киімін ауыстырып қайта шықты. Ажар бөлмесіне кіргеннен кейін төсегіне келіп біраз отырды. Апасының Ажар деп шақырған даусын естіді. Төсегінің жанында тұрған тумбочканы ашып, ішінен жазу жазылған қағазды алды. Кішкене қарап отырды да, екі бүктеп қалтасына салды. Апасына көмектесіп, тездетіп, дастарханды жасап жіберді. Бәрі жайғасқаннан кейін Санжар сөйлемек болып орнынан тұрды. Гаухар, туған күнің құтты болсын. Дауысы дірілдеңкіреп толқып шықты. Сен ортамызда болғанда бүгін 35 жасыңды дүрілдетіп атап өтер едік. Сұма жал саған мына өмірдің қызықты күндері мен жылдарын қимапты. Көзіне келіп, ұршып түсейін деген жастарды сыртқа шығарып, түсіріп алмайын дегендей, сәл тосылып, егер көріп тұрсаң, тағы да сөздерін үзіп барып қайта жалғады. Мені кешір. Мен үлкен қателік жасадым. Мен енді екі перзентімнің бақыты үшін ғана өмір сүрем. Бұл үйге бөтен ешкім кірмейді. Ант етем. Артқы қалтасынан бет орамалын алып, кірпіктеріне келіп асылып қалған өкініштің жасын сүртіп орнынан тұрды. Бір сәт үнсіздік үйдің ішін билігіне алып, сағыныштан езілген еңсені батпандай басып қалды. Тыныштықты анасының пиалайға құйып жатқан шайы бұзды. Ажар бірдеме айтқысы келіп отырған сезген әкесі қызына айта ғой дегендей көзімен ишара білдірді. Ажар әлгіндегі қағазды қолына алып оқи бастады. Асыл менің анашым, біз сізді қатты сағындық. Өзіңізсіз мына өмір барлық бояуларын жоғалтып, реңсіз күйге еніп кеткендей. Сізбен болған әрбір күніміз бір ғұмыр екен. Сіздің күннің шуағындай күлкіңіз, ботам деп еркелететін сөзіңіз, біз сабақтан келгенде алдымыздан тосып алып, қарындарың ашып келген жоқ па? Деп пісіріп қойған бәлішіңіз, бәрі баға жетпес бақыт екенін түсініп жатырмыз. Ажар екі бетін сызғалай аққан көз жасын сүртпеді. Сүрткісі де келмеді. Өйткені сол көз жастарында ішінде толып жатқан, анасына деген айтылмай қалып қойған, мына ақ параққа жазылмай қалған сөздер жатыр еді. Анашым, біз Қайсар екеуміз күнде сізді еске аламыз. Сіздің иісіңізді сағындық. Ажар ары қарай оқи алмай орнынан тұрып кетті. Санжардың анасы орамалының бір ұшымен көз жасын сүртіп, қасында отырған Қайсарды құшақтап, басынан иіскеді. Қайсар апасының омырауына басын тығып, екі иығы селкілдеп жатты. Санжар орнынан тұрып, қызының бөлмесіне кірді. Ажар жастығын құшақтап алып, өзін тоқтата алмай еңкілдеп жылап жатыр екен. Қасына келіп, арқасынан құшақтап қатты қысты. Ажар кішкентай кезінде ағасы ренжітіп жылатқанда, әкесінің мойнынан құшақтап, мұңын шағатын сәттеріндей бұрылып құшақтай алды.
Санжар қызын тоқтатпады. Жылап алсын деді ме, басын сипап шашынан сүйе берді. Осы көз жастарымен қызымен баласының әкесіне деген өкпелері де шығып жатты ма екен. Келесі күннен бастап олардың әкеге деген қарым қатынасы өзгергендей еді. Екеуінен де бір жылылық байқалады. Әсет 30-дан асса да отау құруды ойлаған емес. Оған осылай жүрген ұнайды. Көңілі қаласа таң атқанша қыдырып, түске дейін ұйықтап, әкесі ашып берген заңгерлік конторасына барып, қарамағындағы 2 заңгердің жұмысын бақылап кетеді. Университетті де әкесінің ақшасымен бітіріп алды. Бұның жұмысының алға жылжып жатқанына әкесінің інісінің ықпалы мол. Ол прокурор болып қызмет етеді. Сотта анық жеңетін істерді Әсетке береді. Осылай ауырдың үстімен, жеңілдің астымен жүріп, ақша табудың оңай жолын тауып алған. Өздігімен іс істеген емес. Әкесімен, дядясының айтқанымен әрекет жасайды. Үйдегілер бұны үйлендірмек болып, талай қызбен таныстырды. Басын ноқтаға бір тықса, байланып қалатындай ешкімге көнбей келеді. Мына Алинамен де уақытша көңіл көтеріп жүремін деп шешкен. Алина кішкентайынан тапшылықта өскеннен кейін бе адамдарға құлай беріліп кетпейді. Ара қашықтықты мықтап ұстайды. Адамдардың әлсіз жерін дөп басады. Әсетті де бір көргеннен қаншалықты жерге дейін шабылатын байқаған. Сондықтан тағдырын табыстай салатын жігіт емес екенін жақсы түсінеді. Өзінің мәселесін шешуге көмектессе болды. Ары қарай бұған келетін жолдың шлагбаумы жабылады. Алинаның телефоны безектеп қоя берді. Әсеттің нөмері. Кезекті қоңырау, кезекті кездесу. Екеуі кешкі тамақта аздап шарап ішіп отыр. Әсет сол баяғы мақтаншақтық әдетімен бүгін үлкен бір істі жеңіп шыққанын айтып күшенді. Алинаны таңғалдырам деп ойласа керек. Алина төмен қарап мұңайып отырған байқатты. Сен бүгін көңілсізсің ғой, бірдеме болып қалды ма? Жоқ, пустяки, көңіл аударма. Сенің мынандай көңіл күйің ұнамайды. Не болған айтшы, мен көмектесе алам ба? Деп Әсет жағынан жарылды. Алинаның да күткен осы еді. Да, бір идиот, әбден мазамдалып болды. Алина Әсетке өз проблемасын айтып, бұның еш кінәсі жоқ, Санжардың оңбаған арам екенін барынша сендіріп бақты. Әсет күшеніп, сен оған бола көңіліңді түсірме, мен үшін бұндай іс шемішке шаққанмен бірдей. Маған сенсең, өзім-ақ сенің пайдаңа шешіп берем, деп тоқтады. Алина риза көңілмен ақ жайықтың арғы жағынан қолын созған жібектей Әсеттің 2 қолынан ұстап, Әсет, сен нағыз еркексің. Мен осыған дейін сенде жігітті кездестірген емеспін. Барлығы тілімен жағына сүйеніп, көпіргеннен басқа қолдарынан түк те келмейді. Құдайдың көзі бар екен, сенде жігітпен мені кездестірген. Екеуінің бүгінгі кеші Алинаның төсегінде жалғасын тапты. Еркектің есін кетіретін Алинаның төсектегі қылықтары Әсеттің басын бір жолата күрмеп байлады. Санжардың Алинадан дүниелерін сотқа жеткізбей қайтарып алам деген әрекетінен ештеме шықпады. Санжардың адвокаты бірнеше жылдық тәжірибесі бар заң саласының беделді өкілі. Оның қасында Әсет бастауыш сыныптың оқушысы сияқты еді. Санжар Мұхтар Төленұлын бұрыннан білетін. Ол талай күрделі істерді жеңіп шыққан заңгер. Мұхтар Төленұлы мына іске де жан-жақты терең зерттеп, барлық жерден іске қатысты құжаттарды барынша ыждахаттылықпен жинады. Сот залы. Алина анасымен бауырларымен түгел келіпті. Олардың ұстанымы мейрамхананы да, автожуу бекетінде олар өздері сатып алған. Санжардың еш қатысы жоқ. Ең басты мәселе Ажардың уланып қалғанын Алинаның кінәсі емес. Ол өзіне өзі қол жұмсамақ болған. Осы ұстанымға берік сенген Алина және оның туыстары осы істі жеңіп шығатынына толық сенімдеді. Әсетте құжаттарын алдына жайып салып еркін отыр. Сот Санжарға сөз берді. Санжар бар жағдайды тәптіштеп айтып, Алинаның құйтырғы әрекеттерін баяндап берді. Сөз Алинаға тигенде оның нағыз бет-пердесі ашылды. Жазықсыздан жазықсыз кінәлап отырған Санжар бұны әу бастан пайдаланып, басын айналдырып алдап кеткен екен. Әйелінің өліміне Санжардың қатысы болуы мүмкін дегенді де айтып, айды аспаннан бір-ақ шығарды. Санжардың төбесінен біреу мұзды суды
құйып жібергендей әсер алды. Мұхтар Төленұлы Санжарға басу айтып, сөйлей берсін, асықпа деді. Алинаның сөзін Әсет іліп әкетіп, сотқа қолындағы бір құжаттарды көрсетіп жатыр. Сот төрағасы айыптаушы жаққа сөз берді. Бұл жолы Мұхтар Төленұлы мінберге шықты. Ол да төрағаның алдына жинаған құжаттарын көрсетіп, сөзін бастап кетті. Тәжірибелі заңгер емес пе? Алинаның Санжардың үйіне жақын жердегі дәріханадан улы дәріні дәрігердің жалған қағазымен барып алғанын дәлелдейтін бейне жазбаларды көрсетті. Сол күні екінші бейне жазбада Алина Ажардың бөлмесіне кіріп, құтыдағы дәріні алмастырған көрсетті. Екінші мәселе бойынша мейрамхана мен авто жуу бекетін сатып алу үшін Санжардың өз депозитінен ақша шешіп алып, жаңағы нысандардың егелеріне де дәл сол сомаларды аударғаны туралы құжаттарды да алдарына тартты. Алина бұл құжаттардың бар екенін білмеген болып шықты. Сақшылар Алинаны сот залынан қолына кісен салып алып шығып кетті. Санжар, анасы, бауырлары мейрамхананың алдында тұр. Санжар қолындағы құжатты алып анасына табыстады. Енді мына мейрамхана сіздікі, анашым. Бәрі ду қол шапалақтап құттықтап жатыр. Санжар інісіне бұрылып, мына авто жуу бекетін саған сыйлаймын. Ауылдағы шаруаңа қосымша табыс көзі болсын, деп құжаттарды қолына ұстатты. Санжар кезекті демалысын алып, балаларын ертіп, шетелге демалуға кетті. Қайсар мен Ажардың шынайы қуанғандарын көріп, балаларым, Гаухар мені кешірген сияқты, деп ойлады. Көңілі тынышталып, теңіздің жағасында тұрып, шаттықтан бар даусымен айқайлағысы келді. Бақытты басқадан емес, балаларының жарқын жүздерінен көргеніне қуанды. Әңгімені тыңдағандарыңыз рахмет. Лайк басып, каналға тіркеліп, пікір қалдырыңыздар. Не ойлайтыныңызды жаза кетіңіздер. Көп рахмет.